Қазіргі дамыған заманда ұнатқан кино немесе сериалдарыңды бір мезетте тауып алып көре бересің. Ал 90-шы жылдары өкінішке орай ондай мүмкіндік болған жоқ. Қазіргі таңдаудың көптігінен не көреріңді де білмейсің. Ал бүгін сіздермен 90-шы жылдардың аяғы мен 2000-шы жылдардың атақты сериалдары туралы айтып өткім келіп отыр. Әуелі өзім көрген және есімде қалғандарынан бастайын. 97 жылы түсірілген Marvel комик сериясына негізделген Nightmare сериалы. Оқиға Сан-Франциско қаласында орын алады. Мэтт Макколум күндіз танымал саксофоншы, ал түнде қылмыскерлермен күресуші. Оның арсеналында оқ өткізбейтін костюмі мен көзге арналған лазері қарсыластарын алысқа ұзатпайтын. Зена жауынгерлер патшайымы. Сериал 95 жылдан 2001 жылға дейін Жаңа Зеландияда түсірілді. 6 сезон және 134 сериядан тұратын туынды Геркулестің таңғажайып саяхаттары сериалының спин-оффы болатын. Бірақ танымалдылығы бойынша Геркулестен де асып кетті. 97-ден 2002 жыл аралығында түсірілген ғылыми-фантастикалық Лекс сериалы. Лекс галактикадағы ең қуатты ғарыш кемесі. Кеме ойлау қабілеті бар сырт келбеті инелікке ұқсайтын алып жәндік болып табылады. Австралиялық сериал Девочки и океан. Нерри атты қыз достарымен бірге су астындағы ғылыми зерттеу станциясында тұрады. Нерри судың астында ұзақ уақыт болып және өте жылдам жүзе алады. Бірақ қыздың басты ерекшелігі телепатиялық қабілеті арқылы Чарли есімді 40 тонналық китпен сөйлесу болып табылады. Гром в раю. Бұрынғы теңіз күштерінің жауынгерлері Рэндольф пен Мартин Флорида жағалауында қылмыскерлермен күресуші агент болып жұмыс істейді. Қауіпті құпия миссияларды орындау үшін олар жоғары технологиялы Гром қайығын пайдаланады. Басты рөлде атақты рестлер Халк Хоган ойнайды. 98 жылы түсірілген полицейлік сериал Китайский городовой. 2 сезоннан тұратын туынды әлемнің 30 мемлекетінде көрсетілді. Шанхайдың ең мықты детективі жекпе-жек шебері капитан Сэмма Лу Лос-Анджелеске полиция қызметкерлерінің алмасу бағдарламасы арқылы келеді. Сэмманың басты мақсаты Ли Хэй есімді қытайлық мафиозды ұстау. Фантастикалық Горец сериалы. Жалпы бұл бірнеше бөлімнен тұратын Горец фильмнің жалғасы болып табылады. Фильмда Конор Маклауд соғыста қайтыс болып қайта тіріліп өзінің өлмейтін екенін түсінеді. Негізі сериалда Конор туралы болу керек еді. Бірақ актер Эдриан Пол жаңа кейіпкер ойлап табуды сұрады. Осылайша Шотландияның Маклаудтар кланынан шыққан Конордың туысы Дункан Маклауд пайда болды. 400 жыл өмір сүрген Дункан басқа өлмейтін жауынгерлерден тығылып өз бетімен өмір сүріп жатады. Бірақ туысы Конор келіп ойынға қайтып келуді сұрайды. Ал қарсыластарын жеңудің тек бір ғана жолы, ол бастарын шауып алу. 93 жылғы британдықтардың түсірген Мерген Шарптың оқиғалары сериалы. Сериал жазушы Бернард Корнуэллдің романына негізделген. Сюжет 19 ғасырдағы Британ империясының жауынгері Ричард Шарп туралы айтады. Ол Үндістанды жаулап алудан бастап Ватерлоодағы Наполеон соғыстарына дейін қатысады. Мерген қарапайым қатардағы жауынгерден бастап полковникқа дейінгі дәрежеге көтеріледі. Американдық ғылыми-фантастикалық секретные материалы телесериалы. Көрсетілім 1993 жылдан басталып 2018 жылы бірақ аяқталды. Осы уақыт ішінде 218 серия түсірілді. Сериалда ФБР-дің арнайы агенттері Фокс Малдер мен Дана Скалли ашылмаған істерге маманданған құпия материалдар бөлімінде жұмыс істейді. Негізгі сюжет әртүрлі теориялар мен өзге ғаламдық келімсектерге негізделген. Комиссар Рекс. Сериалды Германия мен Австрия елдері бірігіп түсірген болатын. Вена полициясында қызмет ететін Рекс есімді неміс овчаркасы жайлы сериал экранда алғаш рет 1994 жылы пайда болды. Сериал 50-ге жуық елде танымал болып, бірнеше марапаттарға ие болды. Американдық драмалық телесериал Доктор Куин «Женщина-врач». Сюжет бойынша 1867 жылы Бостондағы бай отбасынан шыққан Микаэла Куин есімді жас әйел клиникада бірге істеген әкесі Джозеф қайтыс болғаннан кейін өмірін өзгерткісі келеді. Ол Колорадо Спрингс шағын қалашығына дәрігер болып баруға шешім қабылдайды. Жалпы 90-шы жылдары түсірілген сериалдар өте көп. Оның ішінде латиноамерикандық, мексикалық сериалдарды қоссақ шығарылым бүгін бітпейтін сияқты. Мен тек танымал сериалдарды ғана атап өттім. Ал сіздер өз нұсқаларыңыз болса, комментарийға жазып кетулеріңізге болады. Менің бүгінге айтарым осы достар. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.